Сот төрелігі дегенде көз алдымызда сот билігін жүзеге асыратын, сот актілерін шығаратын судьялар елестейтіні рас. Дегенмен, оның сыртында көзге көріне бермейтін мамандардың орасан жұмыс барын жоққа шығара алмаймыз. Бүгін біз сот құрамының бір бөлшегі ретінде өз ісіне әрдайым жауапкершілікпен қарап, өзіне артылған күрделі көп салалы міндетті абыроймен арқалап жүрген әріптесіміз Айжан Ысқақова туралы айтпақшымыз. Ол 22 жасында Қызылорда облыстық сотына іс тіркеуші болып жұмысқа орналасты. Қызметтің алғашқы күннен бастап сот саласында жұмыс істеу жоғары жауапкершілікті қажет ететінін жақсы түсінді. Айжанға Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің журналистика мамандығы бойынша тәмамдағаны көп көмектесті. Әріптесіміз 2013-2022 жылдар аралығында Қызылорда облыстық сотының республикалық, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз байланысқа орнатуына, сот жұмысын көпшілікке насихаттауға айтарлықтай үлес қосып, баспасөз хатшысы қызметін абыроймен атқарды. 10 жылға жуық уақытын осы бағытта өзін дәлелдеуге, білімін шыңдауға жұмсады. Айжан бала күннен заңгер болуды армандайтын, белгілі бір себептермен мүлдем басқа мамандықты игеріп шықты. Дегенмен, бала арманы маза бермеген ол 2020 жылы Ақмешіт гуманитарлық техникалық институтының құқықтану мамандығы бойынша оқып, құқық бакалавры дәрежесін иеленді. Бұл әріптесіміздің ойға алған істі орындамай тынбайтынын, тынымсыз ізденіс адамды түбіне нәтижеге жеткізетіндігін көрсетсе керек. Айжан 2022 жылы жаңадан құрылған Қызылорда облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына бас маман, сот отырысының хатшысы қызметіне ауысты. Содан бері сырт көзге қарапайым әрі оңай болып көрінетін жұмыстың өзіндік қиындықтары мен сот процесін ұйымдастыру, дайындау сатыларын абыроймен өтуде. Біліктілігі мен кәсібилігінің арқасында судьяның уақытты тиімді пайдаланып, өнімді жұмыс жасауына ықпал етіп келеді. Сот жүйесіндегі тыңдарымды еңбегі лайықты бағаланып, судьялар одағы кеңесі хатшысының алғыс хатымен Қызылорда облыстық соты төрағасының, сот департаменті басшысының құрмет грамотасымен, алғыс хаттарымен марапатталды. Осы уақыт ішінде бірде-бір рет еңбек тәртібін бұзған емес. Айжан өзін үнемі білікті маман, қамқор ана және сүйікті жар ретінде көрсетіп келеді. Жаңашылдыққа жаны құмар әріптесіміз білімін үздіксіз жетілдіріп отырған адам ғана биікке ұмтылады деп есептейді. Өмір деген алып өзенде үлкен екі белес бар. Оның бірі адамдық, екіншісі мамандық. Жұмырбасты пенденің әрбірі осы екі даңғылды жүріп өткенде ғана өз өмірінің эверестін бағындыра алады. Биікті қыранның қанатымен өлшеген қайсар қазақтың бүгінгі даму деңгейіне мемлекеттік қызметшілердің қосар үлесі зор. Мемлекеттік қызмет саласында еңбек етіп, маңдай терін төгетін әрбір тұлға мінсіз болу керек. Өйткені ол осы елдің айнасы. Әрбір ісі қыздың жиған жүгіндей болып, халықтың көңіл сарайының орын алғаны ләзім. Әрқашан антымызға адал болайық.